Бөкей-Ордасы ауданында бірқатар әлеуметтік нысан қайта жаңғыртылуда. Маңызды жобалар жұмыспен қамтудың жол картасы ауыл ел бесігі бағдарламалары аясында қолға алынған. Құрылыс сапасы жергілікті атқарушы органдар мен қоғам белсенділерінің жіті бақылауында. Аудандағы экология және туризм орталығы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жаңа кейіпке енбек. Жобаға 84 миллион теңге қаржы бағытталған. Екі қолға бір күрек таппай жүрген жергілікті 10 адам еңбекке тартылды. Жергілікті билік өкілдері нысан басында болып, құрылыс сапасына зер салды. Нәтижесінде мердігер тарапынан кемшілік анықталды. Басшылары қазір осы участка басшы дейміз ғой, сол қазір екі жерде бір адам, яғни Хан Ордасында да екі ортада қазір бір участка басшы жүр. Ол меніңше дұрыс емес шешім. Сондықтан осы мердігердің басшысымен сөйлесіледі. Мәншүк Мәметов атындағы орта мектепте жаңғыртылуда. Білім ордасының іргетасы 1974 жылы қаланған. Ғимарат бірде-бір рет жөні түсу жөндеу көрмеген. Жаңбыр жауса төбесінен су сорғалайды. Есік терезелері де әбден тозған. Инженерлік желілер тіптен ескірген. Биыл түйткілдің түйіні толықтай тарқатылады. Ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде басталған құрылыс жұмыстары кестеге сай жүргізілуде. Қазіргі таңда бұнда 38 адам арнайы келіп, мамандар келіп жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда сыртқы жұмыстар, ішкі жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар жылыту жүйелері күні бүгін уже ауыстырылып бастап жатыр. Өздеріміз өте қуаныштымыз, осындай жұмыстар бізде жүргізіліп жатқаны. Сондай-ақ аудандық ішкі саясат бөлімінің ғимараты да жөнделіп жатыр. Құрылыс жұмыстарының қарқыны, сапасы, билік пен қоғам белсенділерінің ұдайы назарында болады. Еркебұлан Самадияров, Ернар Шакенов, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.